Сайлау заңнамасын білу ғана емес, оны дұрыс қолдана білуде маңызды. Осыған байланысты Тараз қаласының Әулиеата ауданындағы сайлау учаскелері мүшелері үшін жаңа форматтағы оқыту ұйымдастырылды. Бұл жолы қатысушыларға әдеттегі семинар емес, телешоу үлгісіндегі интерактивті сабақ ұсынылды. Оқыту барысында олар дауыс беру тәртібі, байқаушылармен жұмыс және сайлау комиссиясы мүшелерінің міндеттері бойынша білімдерін тексерді. Семинардың басты мақсаты сайлау процесін ұйымдастыратын мамандардың құқықтық білімін жетілдіріп, заң талаптарын дұрыс орындауға дайындау. Бұған дейін мұндай оқытуға көбіне комиссия төрағалары, олардың орынбасарлары мен хатшылары қатысса, биылдан бастап учаскелік комиссияның барлық мүшесін қамтуға ерекше мән беріліп отыр. Жалпы бұған дейінгі уақыттарда аумақтық сайлау комиссиясы тарапынан учаскелік сайлау комиссияларының төрағаларын, орынбасарларын, хатшыларын оқыту ұйымдастырылып келген болатын болса, биылғы жылдан бастап осы қалған комиссияның мүшелерінің барлығын оқытудан өткізу жоспарланып, қазіргі таңда ол жоспар іске асуда. Ал теорияны бекіту үшін қатысушыларға кәдімгі емтихан емес, телешоу форматындағы танымдық сайыс ұсынылды. Экрандағы сұрақтар, жылдам жауап пен командалық тартыс. Сайлау заңнамасының қаншалықты меңгергенін тексерудің өзгеше тәсілі. Викторина барысында комиссия мүшелері білімдерін ортаға салып қана қоймай, әріптестерімен тәжірибе алмасты. Жаңаша форматтағы мақсаты оқытуды қызықты ету ғана емес, маңызды ережелерді есте сақтап, нақты жағдайға дұрыс шешім қабылдауға үйрету. Ұйымдастырушылардың мұндай семинарлар комиссия мүшелерінің кәсіби дайындығы мен жауапкершілігін арттырып, алдағы сайлау науқандарын сапалы өткізуге мүмкіндік береді деп отыр. Мөлдір Аманбай, Аңсар Тілепберген, Айдос Қыстаубек, 24 News.